Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздерге тауық аяқтарын фольгада пісіру жолын көрсетемін. Бұл рецептті бұрыннан қолданып келемін. Сіздермен бөліспекшімін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге керек заттар: 4 дана тауық аяқтары, яғни голень. Гарнирге қалаған көкөністер қоссаңыз болады. Менде 6 дана картоп, 1 дана сәбіз, 1 дана жуа, 2 дана болгар бұрышы, 100 грамм сармай, сарымсақ, паприка, тауық пісіруге арналған приправа, универсалды дәмдеуіштер, тұз және де сұйық май. Тауық аяқтарын жақсылап жуып алып, тұз, дәмдеуіштер сіңетіндей етіп кесіп шығамыз. Содан тұз, тауық пісіруге арналған приправа қосып, жақсылап араластырып аламыз. Ыдысқа жуа, болгар бұрышын, сәбіз, картоп барлығын кубиктеп турап саламыз. Үстіне тұз, паприка, универсалды дәмдеуіштер және де сұйық май құйып, жақсылап араластырамыз. Көкөністерді фольгаға салып, ортасына тауық етін, үстіне сармай, сарымсақ қосып, фольганы ораймыз. Менде 4 порция шықты. Противеньге салып, алдын ала 180 градуста қыздырылған пешке 1 сағатқа қоямыз. Сіздер пештеріңіздің ыңғайына қарай қойып алыңыздар. Біздің фольгадағы тауық аяқтарымыз дайын. Өте дәмді, жұмсақ, жұпар иісті болып шығады. Бетіне зейін сеуіп, фольгамен ұсынсаңыздар болады. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көруге кеңес беремін. Сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Ұнаса, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.